Баршаларыңызға сәлем. Бүгін сіздермен керемет құлпынай тосабын дайындайтын боламыз. Құлпынайларымыздың түбінен ажыратпай тұрып жақсылап жуып аламыз. Құлпынайдың түбінен ажыратып жуатын болсақ, онда құлпынайға көп су кіріп кетуі мүмкін. Жақсылап жуылған құлпынайларымыздың түбінен тазартып ыдысымызға орналастырамыз. Жарты бөлікіне келгенде шекеріміздің жартысын саламыз. Үстінен құлпынайдың қалған бөлігін қойып, үстінен тағы да шекеріміздің барлығын салып алатын боламыз. Осылай 3-4 сағатқа немесе 1 түнге қалдырамыз. Осылай құлпынайдың суы шығып, шекері ери бастайды. Орташа отқа қойып, бір қайнатып аламыз. Бір қайнаған кезде өшіріп, отты 3-4 сағат суытуға қалдырамыз. Екінші рет 3-4 сағаттан кейін қайтадан отқа қойып, бір қайнатып өшіреміз. Дәл осылай 3-4 рет қайталаймыз. Соңында жақсылап қайнатып, ыстық күйінде залалсыздандырған ыдысымызға құйып, жауып алатын боламыз. Дәл осы әдіспен жасайтын болсаңыз, құлпынайларыңыз езілмей, керемет болып дайындалатын болады. Міндетті түрде осы әдіспен жасап, жауып көріңіз. Осы жолы қайнатылған түрін дайындадық, келесі жолы қайнатпай жазылатын түрін дайындайтын боламыз. Мені қолдап кетуді ұмытпаңыздар. Ас болсын.